Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода квашеный капустаны тұздайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Сіздерге барлығын түсінікті етіп, көрсетіп айтатын боламын. Ең алдымен капусталарымызды жақсылап жуып тазалаймыз. Сәбіздерімізді ашып тазалаймыз. Менде 5 дана капуста және де 3 дана сәбіз қажет болады. Келесі капустамызды видеода көріп тұрғандарыңыздай осылайынан шеттерін кесіп аламыз, ортасындағы қатты жерін алып тастаймыз. Ол бізге қажет емес. Енді осы кесілген бөліктерді видеода көріп тұрғандарыңыздай дәл осылайынан жіңішке етіп, ұзынша етіп турап аламыз. Менде осы үлкендеу ыдысқа 3 дана капустаны турап салдым. Егер сіздерде үлкен ыдыс болса, барлығын турап салсаңыздар болады. Мінекей 3 дана капустамызды турап салдық. Енді оның үстінен сәбіздерімізді дәл осындай терканың көмегімен өткізіп аламыз. Енді үлкен ас қасықпен 2 немесе 3 ас қасықтай тұз саламыз. Және де дәміне қарай лава жапырағы және де қара бұрыштың осындай горошек түрінен шамалы қоссаңыздар болады. Бұл бізге салатқа ерекше дәм береді және де иісі керемет болып шығып тұрады. Енді бұл міндетті емес, өз қалауларыңыз бойынша қоса берсеңіздер болады. Енді қолымызбен жақсылап тұрып, мыжып тұрып араластырамыз. Сол кезде біздің салатымыз кішкене кішірейе бастайды. Мінекей қарасаңыздар, суы шығып, шамалы кішірейді. Енді осындай воронканың көмегімен банкілерімізге саламыз. Кәдімгі пластмас ыдыстарға да салсаңыздар болады. Ең бастысы салқын жерде сақтасаңыздар болғаны. Енді банкіге салғаннан кейін осы кішкентай оқтаудың көмегімен жақсылап тұрып тығыздаймыз. Тығыздаған сайын бізде бос орындар көп болады. Оның үстінен тағы да салып, осындай банкілерімізге салып аламыз. Құрметті достар, төмендегі подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген видео рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздерде міндетті түрде дәл осылайынан капустаны тұздап көріңіздер. Қарап отырсаңыздар, енді жасалу жолы да өте оңай. Барлығын турап, араластырып саламыз. Яғни сіздер ең бастысы салқын жерде сақтасаңыздар болғаны. Мінекей бізде 2 дана капуста дәл осылай бір ғана банкіге шықты. Енді сол ыдысқа келесі қалған капусталарымызды турап саламыз. Мінекей дәл осылайынан алдыңғы көрсеткенімдей турап саламыз. Міне бұл жерде менде 2 дана капуста, оның үстінен тұзымызды саламыз. Және де үстінен сәбізімізді теркадан өткіземіз міндетті түрде. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Оның үстінен осы қара бұрышымызды, лава жапырағын енді қалауыңыз бойынша қосасыздар, болмаса міндетті емес. Мінекей араластырамыз. Қарасаңыздар, енді күшті болып шығады, иісі де керемет. Сонымен қалған банкілерімізге саламыз. Достар, маған дәл осылайынан капустаны тұздауды өзімнің мамам, яғни енем үйреткен болатын. Үйреніп алғаннан кейін маған да қатты ұнады. Сол себептен жыл сайын мен осылайынан капустаны тұздап сақтап қоямын. Кез келген уақытта қонақ келсе де ашып тамақпен бірге ұсынсаңыздар енді керемет. Ол кісілерге де қонақтарға да ұнайды. Мінекей енді осылайынан банкілерімізге саламыз. Менде 5 дана капустадан осындай 2 банка шықты. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер достар. Сіздермен болған әйгерім. Келесі видеоларда кездескенше және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.